Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Бізге қажет заттар сармай, қамыр қопсытқыш, қант, жұмыртқа және де ұн. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қамыр қопсытқышымызды салып, екеуін араластырамыз. Үстінен жұмсақ бөлме температурасында тұрған сармайыңызды саласыз. Егер сармай жұмсақ болса, ұн екеуі жақсы бірігетін болады. Жақсылап біріктіріп болғаннан кейін үстінен қантымызды саламыз. Және де біркелкетіп араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін жұмыртқа саласыздар. Мұнда менде 1,5 жұмыртқа. 1 жұмыртқа және де 2 жұмыртқаның ақуызы. Жақсылап қамыр елестер, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Бұны 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Салмасын дайындаймыз. Менде қант, сүзбе, 2 жұмыртқа және де жүгері крахмалы. Бұның үстінен 2 ас қасық қаймақ саласыздар. Қаймақтарыңыз 20%-дан жоғары болғаны дұрыс. Барлығын венчиктің көмегімен немесе блендермен араластырсаңыздар болады. Енді жаңа қамырды формаға орналастырасыздар. Менде 24 сантиметрлік форма. Қамырды 2 бөлікке бөлесіздер, үлкен және кіші. Үлкен бөлігін формаға жайып шығамыз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Барлық жеріне біркелкетіп жайып шығамыз. Оның үстіне салмасын құйып, бетін сәндейміз. Бетін сәндеуге жаңа кіші қамырды ұзынша етіп кесіп шығасыздар. Бұл бәліш өте жұмсақ, өте тәтті бәліштердің бірі. Үлкен кісілерге де, кішкентай балаларға да ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырды осылай барлық жеріне қойып шығасыздар. Осы аралықта пешіңізді қыздырып қойыңыз. 180 градуста 35-45 минут аралығында пісіп шығады. Қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын біркелкетіп жағып шығамыз. Бәлішіміз осылай қызарып піседі. Суығанша формадан алмайсыздар. Өте дәмді бәліш. Алғаш жасағаннан ақ шығады. Сол себепті жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.